Таңертең істейтін процедуралар ең бірінші мәселе ол жерде ұйықтаған жақсы. Жерде, еденде ұйықтаған жақсы. Біздің ата-бабаларымыз солай ұйықтаған өмір бойы. Содан қорлық көрмеген. Тамақты да жерде ішеді, жерде ұйықтайды, жерде бүкіл шаруаларын жерде отырып не жатып істейді. Қазіргі қазақ биік столда тұрады, содан қазір малдас қорып отыра алмайтын болды. Сондай күйге жетті қазақ қазір. Бұрын атқа мініп, аттан мініп түсіп, шауып сөйтіп жүретін, шөп шауып дегендей тезек басып, қазір оның бәрі қалды. Сондықтан ең болмаса жерде отырып біраз мәселені шешу болады еді, ол да қалды. Қазір бәрі биік столда тұрады, диванда, кроватьта жатады. Содан жерден айырылып, жермен контакт ешқандай жоқ, байланыс қазір қазақта. Содан осындай күйге жетіп жатырмыз. Денсаулық жоқ, ештеңе жоқ. Сондықтан ең бірінші мәселе жерде жату керек. Жерде отырып тамақ ішкен жақсы, мүмкіндігінше көбірек жерде отыру керек. Телевизор негізі қарамаған жақсы, ақыры қарадың ба, жерде отырып қара, диванның үстінде отырма, қасында отырып, арқаңды диванға сүйеп, шынтақтап жатып отырған жақсы. Аяқты созып отыр, 1-2 минут созып отыр, 1-2 минут малдас құрып отыр, сөйтіп аяғыңды үйретесің. Бұрынғы қайтып қалпына келу керек. Аяқты былай салып отыруға, сосын былай салып отыруға. Былайша айтқанда, аяқты ауыстырып отыруға, алға еңкейіп, аяқты созып қою, аяқты сол жаққа еңкейіп, сосын оң жаққа еңкейіп, алға еңкейіп, сөйтіп отырып, жаттығу жасап отырып та телевизор қарауға болады. Бірақ диванға отырмаған жақсы. Сондықтан әрбір ақыры біз енді қаланың адамы болғасын, атта басқа да бәрі қалды жайына. Қазір ешқандай бұрынғыдай ауылдың өміріндей жұмыс жоқ. Сондықтан осылай қаланың несін жағдайын қолдану керек. Сондықтан жерге отырып, жерге жатып, отырып тұрудың өзі де жерге, оның өзі де бірталай тренировка. Намаз оқитындар біледі ғой, отырып тұрудың өзі тренировка. Сондықтан соны бәрін қолдану керек. Биік үйде тұратындар баспалдақ қолдану керек. Міне ең жақсы тренировка осы. Лифтін қолданбай. Егер 10-шы қабатқа дейінгі үйде тұратын болсаң, лифтсіз жүрген жақсы, баспалдақпен. Соның өзі орасан зор жаттығулар, тамаша нәтиже беретін. 10 рет мініп түсетін болсаң, тіпті жақсы. Мысалға, үйден 10 рет кіріп, 10 рет шығатын болсаң, соның бәрін баспалдақпен жүрген жақсы. Қанша шаршасаң да, нағыз бір ауыр заттармен келатып, дүкеннен, немесе бір қонақпен келатып, сондай кезде болмаса, немесе қатты шаршаған кезде болмаса, басқа уақыттың бәрінде тек баспалдақпен жүрген жақсы. Осының өзі-ақ сені бірталай уақыт жоқ дейтіндер көп қой бізде. Уақыт жоқ, ойбай, жаттығуға уақыт жоқ. Міне саған уақыт. Баспалдақпен мініп түсу, жерде отыру, диванның үстінде отырмай, сол диванға тақалып отыру, арқаңды қойып. Сонымен сөйтіп үйренесің, тренировкасын. Сол телевизор қарап отырып, тренировкаларын жасай бересің. Былай созып, арқаңды созып, аяғыңды созып, беліңді созып, малдас құрып отырып үйреніп, былай тізерлеп отырып үйреніп, сөйтіп сонымен сен мысалы бір кино 70-80 минут болса, мысалы, сол 70-80 минут бойы сен жаттығу жасауыңа болады жерде отырып. Былай созылып, былай демалып алып, тағы былай отырасың, былай жатасың. Соның өзі орасан зор жаттығулар. Соның бәрін жасап отырғаның өзі-ақ сені көп нәрседен құтқарады. Сондықтан таңертеңнен бастап тұрмас бұрын сол былай аунап, созылып, керіліп, сосын барып тұрғанда үстің бәрі уқалап, әсіресе тізеңді уқалау керек. Тізені көбірек уқалау керек. Бүкіл мына салмақтың бәрін көтеріп жүрген осы екі тіземен белде қатты салмақ түседі, ең көп салмақ түседі, осына екі тізеге салмақ түседі. Сондықтан тізені өте күту керек. Күтпейтін адамдікі 40-тан кейін тізесі біте бастайды. Өздеріңіз білесіздер, қай-қайсыңызда. Ол қартайғандық емес, ол күтпегендік. Сондықтан, бірақ бір қуанышты жағдай, қай жаста болсаң да, қандай күйде болсаң да, тізең егер күнделікті уқалап, күнделікті оны күтім жасай бастасаң, қалпына келтіру болады. Енді 100% болмағанымен 60-70%-ға қалпына келтірсең де, соның өзі үлкен, орасан зор еңбек, орасан зор пайда, нәтиже. Сондықтан уқалауды ең бірінші тұрмас бұрын уқалау керек. Біріншіден жерде жату керек, жерде ұйықта. Сосын оянғанда бірінші үстің бәрін уқалап, тізеңді уқалап әсіресе. Сосын барып
керіліп созылып аунап біраз бұралып содан кейін барып қана тұрсаң сонда тамаша болады, өздерің ақ байқайсыздар. Осы тек бүгіннен бастаңыздар, өзі бірден байқалады оның несі, нәтижесі және пайдасы бірден байқалады. Көзбе көз кәдімгі байқалады, жап жақсы болып қаласың. Және күні бойына заряд аласың, күні бойына сол энергия қуат алып, сонымен жақсы немен күніңді өткізесің. Бір күнге жетеді сол. Егер аз болса тағы да күннің арасында жасап тұруға болады күні бойына. Әйбет кезінде, түс кезінде мысалы, кешке де жасап отырып, телевизор қарап отырып, бағана айтқандай, үстің бәрін уқалап, зеңді уқалап сөйтіп отыруға болады. Содан ақ сен бірталай кәдімгідей нәтиже аласың, кәдімгідей. Ешқандай дәрі-дәрмексіз, ешқандай дәрігерлерсіз, аурухана, емханасыз, өзің ақ отырып бірталай сұрақтар шешіп тастайсың. Сосын таңертең істейтін мысалға шайынып жуынғанда тілді міндетті түрде тазалаған жақсы. Қасықпен, арнайы қасық қойып, сол қасықпен күнделікті кәдімгі ана түбіріне бастап былай қарай шетіне дейін қырып, сосын мына қырын қырып, екі жақ қырын соның астынан қырасың, жақсылап қырып алсаң күнделікті. Себебі тілге қақ жиналады. Түні бойы сен ұйықтағанда бүкіл бактериялардың бәрі, микробтардың бәрі сол ауыздағы тілге жиналады да, сол қақ болады. Сосын аузың шайғанда болып кетпейді, бір 5-10% ғана кетеді, қалғанның бәрі сол күйі қалады. Сосын тамақ ішкенде тамақтың бірге ішіңе кетеді. Оның бәрі сен тек микроб жинау күнделікті өмірде. Сондықтан тілді тазалау өте маңызды. Сол ауыз шайған кезде сол тіліңді дұрыстап кәдімгі қырып тазалап алу керек. Сонда ешқандай қақ қалмайды. Және өзі бірталай сен 50%-ға микробтардан өзің ағзаңды босатасың. Содан кейін тағы да жаттығулар жасап, мысалы әркім оны бөлек қарастырамыз ертең. Сол жаттығудан кейін душқа түскенде ыстық судан бастап, енді қатты ыстық емес те, соған жақын ысылау болсын су. Содан бастап біртіндеп салқындата бересің. Бірінші кішкене ыстық сумен шайынып алып, шайынып тұрып, сосын ана нені құлағын бұрай бересің жаймен. Біртіндеп салқынға жетесің, сосын мұздайға жетесің, әрден ең соңғы несіне дейін апарсаң, сонда ешқандай ағзаң сені стресс алмай, біртіндеп салқынға, суыққа үйреніп, содан сенің иммунитетің жақсарады және жақсы сергектік аласың. Соны сөйтіп күнде істеп отырсаң, бірталай денсаулығың түзеледі. Сол бағанағы уқалау үстінде керіліп созылу, бұралу, суға шайыну, біртіндеп салқындататын, мұздайлататын, тіліңді тазалау, аузыңды тазалау, соның бәрі орасан зор эффекті береді, осыдан зор нәтиже береді. Сондықтан осының өзі ақ, осыны қазір пайдалана алсаңыздар, осы нелерді, тәсілдерді. Бірнеше күннің ішінде сіздер сезесіздер өзгерістерді ағзаңыздағы. Сосын біртіндеп күні бойына біздер тағы да жаттығуларды айтамыз, не істеуге болады, қалай істеуге болады, қалай жүру керек. Былайша айтқанда 24 сағат сен бір өзіңді өзің күту мәселесінде болуың керек. Өзіңді өзің күту, өзіңді өзің бағу, өзің денсаулығыңа қарау күйінде болуың керек қой. Сонда ғана сен өзгересің, сонда ғана сен денсаулығың да түзеледі, ешқандай дәрігердің де керегі жоқ, дәрі-дәрмек, ешқандай ем керегі жоқ. Өзіңді өзің күтіп 70-80%-ға өзің денсаулығыңды шешесің, өзің ақ осы жүріп үйде отырып ақ, ешқайда бармай ақ шешуге болады. Бәрі өзің қолыңда. Сол бүгін әзірше бірінші сабақ осы. Ертеңге шейін аман болайық.